Тема урока «Цвета на казахском языке». Для начала познакомимся со словами. Повторяем за мной. Ак, сары, көк, жасыл, күлгін, қызыл, сор, қара, қоңыр, қызғылт, сары. Ну что, все запомнили? Проверим. Ак, сары, көк, жасыл, күлгін, қызыл, сор, қара, қоңыр, қызғылт, сары. И еще разок. Көк, күлгін, жасыл, сор, қызғылт, сары. Ақ, қоңыр, қызыл, сары, қара. А на слух? Ақ, сары, көк, жасыл, күлгін, қызыл, сор, қара, қоңыр,
Қызғылт, сары. Ну а теперь берем листочки, ручку, будет диктант. Сары, көк, жасыл, күлгін, қара, сор, қызыл, қызғылт, сары, қоңыр, ақ. Готовы проверить? Поехали! Ақ, сары, көк, жасыл, күлгін, қара, сор, қызыл, қызғылт, сары, қоңыр. Надеюсь, вы выполнили все верно. Увидимся в следующих уроках.